мейрам. Бүгін той. Бүгін бүлдіршіндер мейрамы, өнерпаздар мейрамы. Бүгін қуаныш күні. Бүгін салтанатты күн. Бүгін ерекше күн. Иә, Жаслан. Айта бер, бүгін тағы да қандай күн? Бүгін мен үшін бақытты күн. Өйткені мен осыдан 6 жыл бұрын Алматы қаласындағы еліміздің бас сарайы Республика сарайында концерт жүргізіп, өнерімді көрермен қауымға паш еткен болатынмын. Содан бері әнші болғым келетінін қаншама концерттерін өзіңізбен жүргізіп келемін. Бірақ дәл бүгінгідей бақытқа ие болам деп ұйықтасам түсіме кірмепті. Иә, айта ғой. Бүгінгі бақытыңның басты себебі неде? Бүгін біріншіден барша балалардың мейрамы. Екіншіден, осы мейраммен құттықтауға біз арнайы сонау Алматыдан келіп қалдық. Яғни әнші болғым келеді балалар бағдарламасының өнерпаздары. Әрине, бастап келген өзіңіз Алтын апай. Мұны 3 деп қойыңыз. Өнер жұлдыздары бүгін бізбен бірге ән салып, барша маңғыстаулық балаларды өнерлерімен құттықтайды. Бұл 4. Ал бүгін мен осы мерекені әдеттегідей өзіңізбен бірге жүргізу бақытына ие болдым. Бұл 5. Мен бақытты баламын деп сондықтан да 100% айта аламын. Жарайсың, Жаслан. Олай болса, құрметті ақтаулықтар, құрметті ән сүйер қауым және кішкентай достар, бүгінгі балаларды қорғау мерекесі құтты болсын. Әнші болғым келедінің мерекелік бағдарламасы өздеріңіз үшін. Алғашқы орындауда Алтын Махамбетованың Абдрахман Асылбектің өлеңіне жазылған әні «Табиғат анам». Сахна төрінде Қазақстанның халық әртісі Нұрғали Нүсіпжанов пен әнші болғым келедінің лауреаты Райымбек Айтбек қошеметпен қарсы алыңыздар. Ашық аспаны, асыл тастары
шаһары, ашық аспаны, асыл тастары, керемет көркем Алатау асқары. Халық әртісі Нұрғали Нүсіпжан және Райымбек Айтбек. Менің ойымша, дәл осы арада Райымбек тағы бір ән салса деймін. Жалпы Жаслан, сенің ойың дұрсақ. Бірақ Райымбек қандай ән орындайды? Ой, Райымбектің әндері көп емес пе? Өткенде ғана сахнада ән салғанына 5 жыл толды деп, Алматыда авторлық кешін өткізген жоқ па? Дұрыс айтасың. Иә. Райымбек концертті Нұрғали ағамен, Табиғат анамен ашқан болса, қазір тағы да бір ана туралы әнді өздеріңізге жолдаса дейміз. Алтын Махамбетованың, тағы да Абдрахман Асылбектің өлеңіне жазылған әні «Ана ұстаз тәрбиеші». Қошеметпен қарсаңыздар, Райымбек Айтбек. орденінің лауреаты Райымбек Айтбек. Құрметті әншілер қауым және достар, әнші болғым келеді бүгін Ақтауда.
алматылық өнерпаздары мен ақтаулық өнерпаздары бірігіп сіздерге ән шашуларын жолдап отыр. Олай болса алматылықтар мен ақтаулықтардың ән сайысын өткізсе қалай қарайсыздар? Меніңше өткізіп көрген дұрыс сияқты. Олай болса қазір сахнада өздеріңіздің жерлестеріңіз ақтаулықтарды қарсы алыңыздар. Алтын Махамбетованың Жақсыгүл Қалжанованың өлеңіне жазылған әні әкеме арнаймын. Орындайтындар кішкентай әнші Амина Тасқынбаева және мәдениет қайраткері Ақсұлу Құдабаева. Керемет, Ақтау жасақ. Қошеметтеріңіз тамаша. Бәрекелді, олай болатымызда қазір сахнаға алматылық кішкентай әнші өнерпазымыз, әнші болғым келетін тағы бір лауреаты Әли Тұрсынханды бұлбұлың болайын әнімен шақырамын. Әли кішкентай болса да сахна майталманы. Қошемет. Өсе бергіл жайнап, кел достар билейік, ән салып бір
Тұрсынхан. Әли, сен Алматының көрермендеріне әбден үйренген әншісің. Ақтаулық көрермендердің көзқарасы саған қалай болды? Меніңше айырмашылығым жоқ сияқты, бірақ мен Алматыда өзімді суда жүзген балықтай сезінемін. Бүгін қалай болды? Бүгін мен өзімді басқаша сезіндім. Ақтау. Бұларыңыз қалай? Әлиге қолдау дұрыстап көрсетсеңіздерші. Ендеше Әлиге қолдау көрсетуге өнер жұлдызы Индира Расылханды сахнаға шақырамыз. Дүйсен Қасыздықтың мен өнерлі баламын әнімен қошемет. Балғын өмір бағында, бал алса бал шағында, тал шыбықтай бұралып, би билеймін ән салып, би билеймін ән салып. Мен өнерлі баламын, таудай биік талабым, жарқыраған аспанда жұлдыз болып жанамын. Мен өнерлі баламын, таудай биік талабым, жарқыраған аспанда жұлдыз болып жанамын. Жалындаймын жасқанбай, арманым бар асқардай, шаттық сырын шертемін, болашағым ертеңім, болашағым ертеңім. Мен өнерлі баламын, таудай биік талабым, жарқыраған аспанда жұлдыз болып жанамын. Мен өнерлі баламын, таудай биік талабым, жарқыраған аспанда жұлдыз болып жанамын. Бүлдіршіндердің құрметіне ду қол шапалақтап қойыңыздаршы. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Бейбітшілік берекем, қуанышым мерекем, қиял құсым ғарышта, жетелеші алысқа, жетелеші алысқа. Мен өнерлі баламын, таудай биік талабым, жарқыраған аспанда жұлдыз болып жанамын. Мен өнерлі баламын, таудай биік талабым, жарқыраған аспанда жұлдыз болып жанамын. Индира Расылхан мен Әли Тұрсынхан. Жаса Әли. Ақтаулықтар, осыдан кейін не дейсіздер? Әрине ән салады. Орындайтындар. Жаслан меніңше менімен бірге Алматыдан келген сияқты еді. Ақтаулықтардың сөзін сөйлеп шыға келіп тем арасында. Қандай қасиеттеріңіз бар, құрметті Ақтау? Олай болатын болса, кезекті тағы да өздеріңіздің жерлестеріңізге кішкентай балапан әнші Арайлым Алла бергенмен Базархан Әшірбаеваға береміз. Өнерге құштарлық әнімен. Қошемет.
болашақтың иесі, білімді жас балдырған, қонар өнер киесі, балаларға талпынған, деген анам ақылын жүрегімнен аламын, оқу білім арқылы үлкен өнер қуамын. Әсем әнші болсам ба, әнде биші болсам ба, күйші болып қолыма домбырамды алсам ба. Әсем әнші болсам ба, әнде биші болсам ба, күйші болып қолыма домбырамды алсам ба. Әсем әнші болсам ба, әнде биші болсам ба, күйші болып қолыма домбырамды алсам ба. Әсем әнші болсам ба, әнде биші болсам ба, күйші болып қолыма домбырамды алсам ба. Керемет, қошемет, қаттырақ. Сонымен Алматы мен Ақтаулық өнерпаздар тең өнер көрсетіп жатыр. Ол дегеніңіз керемет емес пе? Кереметтің кереметі әлі алда. Қазір сахнада кішкентай әнші Дина Шондықанова. Динаның орындауындағы ән туған күн жайлы. Иә, бұл әнді қос дауыста тыңдап тамашалайсыздар. Шіркін, мен ән салатын сәтте жақындап қалған сияқты. Жасұлан сәл шыдай тұр. Ал қазір Дина Шондықанова мен әнші, ақын және сазгер. Дина үш адаммен айтамын сонда? Осы Жасұланның осындай шыдамсыз ақ сахнада маған кедергі келтіреді. Жасұлан, асықпа. Дина Шондықанова қазір сахнаға бір-ақ адаммен шығып ән салмақ. Яғни бойында осы үш бірдей талантты бойына сыйдырған өнер адамы Естай Әликеев пен Дина Шондықанова. Қошемет! Туған күнің құтты болсын анамыз, анамыз деп басқаланге саламыз. Ақыл менен асулардан асырған, қанаттанды бүгін мына балаңыз. Айналайын анамыз, арта берсін бағаңыз, анамыз деп ардақтап, әсем мәңге салымыз. Айналайын анамыз, арта берсін бағаңыз, анамыз деп ардақтап, ән саламыз. Асыл ана дүниенің кіндігі, асыл ана дүниенің кіндігі, мейірімді сөзіңменен көзіңнен бар әлемге таралады күннұрың. Айналайын анамыз, арта берсін бағаңыз, анамыз деп ардақтап, әсем әнге саламыз. Айналайын анамыз, арта берсін бағаңыз, анамыз деп ардақтап, ән саламыз. Туған күнің құтты болсын анамыз, анамыз деп басқаланге саламыз. Ақыл менен асулардан асырған, қанаттанды бүгін мына балаңыз. Айналайын анамыз, арта берсін бағаңыз, анамыз деп ардақтап, әсем әнге саламыз. Айналайын анамыз, арта берсін бағаңыз, анамыз деп ардақтап, ән саламыз. Айналайын анамыз, арта берсін бағаңыз, анамыз деп ардақтап, әсем әнге саламыз. Айналайын анамыз, арта берсін
берсін бағаңыз, анамыз деп ардақтап ән саламыз. Естай Әлекеев және Дина. Әрине, туған күн деген қандай жақсы. Иә, мен жақсы көрем. Бірақ неге осы адамдарда бір жылда бір-ақ рет туған күн тойланады? Неге 2 рет, 3 рет тойламайды? Қызық. Жаслан, осы сен концертте тұрғаныңды ұмытып кетіп, басқа бір сауалдарды қоятының өзі бір қызық. Иә, айтқандай, қазір сахнаға ақтаулық өнерпаздарды шақыруымыз керек еді ғой. Әрине, қазір сахнада әке жайлы әсем әнмен өздеріңіздің жерлестеріңіз кішкентай Аружан Қысымова мен би дуетін қошеметпен қарсы алыңыздар. Қызырлы алатауым, әке менің жайқалған жасыл бағым, мен сол бақта бір жарған жас құрағым. Әке, жан әке, әкем алып тұлғалы дара тауым, жаңа бие қызырлы алатауым, әкем алып тұлғалы дара тауым, жаңа бие қызырлы алатауым. Әкем барда мереке шаттығым бар, таусылмайтын береке бақытым бар. Әке сенсің сөнбейтін шырағымдай, ақ тілегім бойдағы томарымдай. Әке, жан әке, әкем барда мереке шаттығым бар, таусылмайтын береке бақытым бар. Әкем барда мереке шаттығым бар, таусылмайтын береке бақытым бар. Керемет Ақтау, көңіл күйлеріңіз қандай? Естілмейді. Рахмет. Жалпы әнші болғым келетін өнерпаздарын Алматыға түгелдей дерлік әкелетін болсақ, концертіміздің ұзақтығы 1-2 айға созылары анық. Иә, сондықтан да біз аз ғанамыз келдік. Бірақ біздің арамызда сахнаға енді шығып, өнер табалдырығын енді аттаған өнерпаздарымыз бар. Иә, Ағзия мен Нұрзияның кішкентай жүректері ән деп соққандарына бірнеше айдың ғана жүзі болыпты. Бірақ олар сонда да болса, Ақтауға барсақ, ән салсақ деген үлкен армандарын арқалап келіпті. Алтын Махамбетованың Танакөз Толқын қызының өлеңіне жазылған Менің анам әнімен сахнада Ағзия мен Нұрзия Нұртөре қыздарын қарсы алыңыздар. Қошемет!
тыңдап тұрмыз, Алматы. Алло, сіздерден эфирге кімді жібересіздер? Біздерден эфирге қазіргі кезекте Ақтаулық Байуллаева Далила мен Алматылық Жамбыл Махамбетовті аспаны мәнімен жібереміз. Тірегім, өз анашым жүрегім, көк аспаным аялы, әнге қосып жүремін. Аспаным ау аспаным, арайлансын ақтаным, күн шуақты елімде, гүл жайнасын жас бағым, гүл жайнасын жас бағым. Аспаным ау аспаным, арайлансын ақтаным, күн шуақты елімде, гүл жайнасын жас бағым, гүл жайнасын жас бағым. Өз анашым болағым, көк аспанға көз тіккен, мен балауса құрағым. Аспаным ау аспаным, арайлансын ақтаным, күн шуақты елімде, гүл жайнасын жас бағым, гүл жайнасын жас бағым. Аспаным ау аспаным, арайлансын ақтаным, күн шуақты елімде, гүл жайнасын жас бағым, гүл жайнасын жас бағым. Жамбыл Махамбет және Далила, Ақтау және Алматы. Қошемет! Жаслан, дәл қазір сенің жүрегіңде қандай сезім бар? Менің жүрегімде қуаныш сезім бар, және қорқыныш сезім бар. Қуанышыңды түсіндік, ал қорқынышың не? Алматыда талай болған оқиғаны айтып тұр емеспін бе? Ол мен білмейтін қандай оқиға? Сіз білесіз, өте жақсы білесіз. Ие, айта бер. Ой, концертті кішкене жүргізіп болғаннан кейін өлең айтасың деп, концерттің аяғында Жаслан, қоя ғой, концерт ұзап кетті, келесі жол айтарсың деп, өмірі ән айтпай қайтамын ғой. Ят болды, Жаслан, маған айтар назыңды Ақтау еліне келіп айтқаның енді. Мына бір қызық болды, жарайды олай болса. Сенің бір әніңді тыңдалық. Алтын апай, мен бірдеңке айтсам, келісесіз ба? Не болып қалды? Мен бірақ жалғыз айтпайыншы. Қазір ғана күшейіп тұр едің ғой? Не болды? Жарайды олай болатын болса, теле жүргізуші, әнші, Жаслан Көпберген мен сахнаға өзінің кішкентай жұлдызым, теле жүргізуші, әнші Әйгерім Мергенбайды шақырамын. Алтын апайдың аналар күн әнімен. Қошемет! Әйгерім, қайдасың? Сыйлы
Жаслан Көпберген және Әйгерім Мергенбай әнші болғым келетін тележүргізушілері және әншілері. Қошемет. Рахмет Жаслан. Әйгерім әнші болғым келеді, ән салғанына 5 жылдан асты. Ал қазіргі уақытта Алматы қаласында әнші болғым келетіні жүргізіп келе жатыр. Әйгерімнің бүгін сіздер үн таспасына өздеріңіз куә болдыңыздар. Гүл көбелек атты қазір фойеде өздеріңіздің назарларыңызға ұсынылып жатыр. Әйгерім, мүмкін көрермендерге ақтаулыққа арнап өзің тамаша тағы бір әнің жолдарсың. Ендеше мен өзімнің репертуарымнан итальян тілінен алынған Папагалланы орындаймын. Қошемет.